Бұл Екібастұз қаласындағы нөмірі 2-ші емхана. Дәрігер екпені салмас бұрын алдымен пациентке вакцинаның ағзаға әсерін жан-жақты түсіндіруде. Өйткені емханаға келген тұрғындар коронавирустық инфекцияға қарсы екпенің 3-ші дозасын алуға келгендер. Халықты ревакцинациялау үшін аталмыш мекемеге күні кеше ғана Спутник Лайт вакцинасының 540 дозасы жеткізілген. Бүгін міне менің алдымдағына емханаға Спутник Лайт вакцинасына келіпті. Осылайша мен аталмыш екпені алуға мүмкіндік алдым. Адамдар қорықпасын дегім келеді. Өздеріңіздің ауырып сырқамауларыңыз үшін бұл өте маңызды деп ойлаймын. Және балаларыңызға екпе салуына қорықпаңыздар деп айтқым келеді. Я ждал специально Спутник Лайт. Мен Спутник Лайт вакцинасын күтіп жүрген болатымын. Міне бүгін келіп ревакциналаудан өттім. Жақсы қабылдадым. Дәрігерлер өз кеңестерін берді. Яғни вакцина салғаннан кейін жуынуға, алкогольді сусындар ішуге болмайтындығын айтты. Жалпы жағдайым жақсы, қазір үйге қайтамын. Коронавирусқа қарсы екпенің 2 кезеңінен өтіп, 6 айдан соң алғашқылардың бірі болып, екпені қабылдағандардың қатарында Екібастұз қалалық телеарнасының ұжымы да бар. Ревакцинациялауға арналған 2 дозалы Спутник Лайт екпесі кез келген тұрғын үшін қол жетімді. Полгода прошло примерно. Өткен жылдың тамыз айында мен соңғы 2-ші кезеңнен өттім. Енді міне тура 6 айдан соң ревакциналануға келіп тұрмын. 3-ші дозаны алу үшін Спутник Лайтты тосқан едім. Вакцина келді, бүгін салғыздым. Жалпы өзіміздің туған туыстарымыздың, айналамыздағы адамдарды мына тажал вирустан қорғаудың бірден-бір амалы бұл вакцина. Екпенің денсаулығымыз үшін маңызы зор. Бұл пандемияны тек вакцинаны салған кезде ғана жеңе аламыз. Елімізде омикрон штаммы анықталуына байланысты эпидахуал күрт нашарлады. Кейінгі тәулікте елімізде коронавирус инфекциясын жұқтырған 16284 жағдай тіркелді. Оның 865-і Павлодар облысында анықталып отыр. Сондықтан дәрігерлер вакцина алмаған азаматтарды алғашқы вакцина курсын алуға шақырып, 6 ай бұрын екпе алған адамдар ревакцина салдырғаны абзал екендігін ескертуде. Біздің емхана 8-ден 18:00-ге дейін жұмыс істейді. Алам деушілер болса, келіп алуына болады. Спутник Лайт вакцинациясымен қатар Pfizer вакцинациясы бар, Казвак бар, Верасель вакцинациялары бар. Тұрғындардың қалауы бойынша келіп алуына болады.